Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күш қуаты, ұстаз болу адамның асылдығы. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес салаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Құрметті Есен университетінің профессорлық оқытушылар құрамы. Армысыздар қадірлі қонақтар, ардақты да аяулы ұстаздар. Сіздерді бүгінгі ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі ұстаздар арналған ұстаз аты биік әрі мәңгілік атты мерекелік концертімізге қош келдіңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын, мерекелеріңіз биік болсын. Ендеше алғашқы құттықтау сөз Шахмардан Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университетінің ректоры Берік Бақытжанұлы Ахметовке беріледі. Құрметті ұстаздар, құрметті әріптестер, біздің осы кәсіби мерекеміз баршаңызға құтты болсын. Ұстаздар мерекесі дүние жүзінде қазір тойланып келе жатыр. Өзіңізге белгілі осы ЮНЕСКО-ның тізіміне 5 қазан күні ұстаздар мерекесі нақты түрде белгіленген болатын. Советтік одағы кезінен бастап біздерде осы 1-ші жексенбі қазанның. Сол бірақ енді менің ойымша осы ұстаз болу өте қиын. Ұстаз болу өте бір арман. Адам өмірінде екі адамға рахмет айту керек дейді. Біріншісі ата-анасы адам болатын, екіншісі ұстаз дейді. Сол біздің осы өзімді ұстаздардың арқасында осы күнге дейін осы жаққа келіп жатырмын. Әрі қарай сіз сияқты қызмет етуге тырысып жатырмын. Яғни ұстаздық деген ол бір жағынан қиын, бір жағынан арман. Себебі сізге байланысты бүгін алдыңызда көрінбегенмен, жаңа ирония судьбы деді ғой, наша работа вроде незаметна, но в долгосрочной перспективе от вашей работы зависит очень много. Потому что соған сіздің берген тәлім тәрбиеңізге байланысты, оқыған біліміңізге байланысты ол тұлға қалыптасады. Ол тұлғаның әрі қарай адам болып өсіп, осы бір елге қызметін көргеннен кейін өзіңізді жүрегіңіз қанады. Сондықтан ұстаз болу өте арман. Баршаңызды осы келе жатқан мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін өзіңізге ақпарат ретінде елбасымыз да осы ұстаздар туралы нақты айтып өткен, ұстаздың статусына қатысты үлкен бір жаңа заң жобасын дайындасын деп тапсырма берді білім және ғылым министрлігіне. Оның барлықтары осы ұстаздың әлеуметтік статусын жоғары деңгейде белгілеу. Сондықтан баршаңызға тағы бір рет құтты болсын. Енді бізде де бір апта бойы оны құттықтап келе жатыр, сондықтан концерттер де көбейіп кеткен сияқты. Әрбір кафедра, әрбір факультет өзінің ұстаздарын бөлек құттықтағысы келген сияқты, сондықтан орталықтандырған бір не болған жоқ. Біз қазір осы студенттермен кездесу барысында сіздің осы әрқайсыңызды құттықтауды жөн деп санадық. Сол сіздерге тек бақ-береке, денсаулық тілегім келеді, творчестволық табыс тілегім келеді, аналық, аталық, әрі қарай бақыт тілегім келеді. Оның барлықтары сіздерге күнделікті жемістерін көре беріңіздер. Біргелікте осы бір үлкен бір миссияны бірге атқарайық. Құттықтаймын. Бүгінгі салтанатты жиында Шахмардан Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университетінің тәжірибелі, университеттің тәрбиелік, білім мен ғылым сапасын көтеруге өз үлесін қосқан, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысқан профессор оқытушыларды, сонымен қатар бір топ қызметкерлерді марапаттауға рұқсат етіңіздер. Ендеше, Технодом сауда үйінің 15 мыңдық сыйлықтық сертификаты 60 жас мерейтой иелеріне табысталады. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Машина жасау және көлік кафедрасының доценті Айсаев Сатжан Ұшқанбаевич марапатталады. Шаруашылық қамтамасыздандыру бөлімінің жұмысшысы Молчебаев Дагол Шавдирович марапатталады. Машина жасау және көлік кафедрасының доценті Чажабаева Мажан Маликовна марапатталады. Алдарыңызда 50 жас мерейтой иелері, сіздердің қошеметтеріңізбен. Мұнай-газ инженерия кафедрасының доценті Баямирова Рыскүл Умаровна марапатталады. Экология және химиялық инженерия кафедрасының доценті Сүлейменова Ботагөз Сүлейменқызы марапатталады. Инжиниринг факультетінің декан орынбасары Ақкенжиева Анар Шынаварбай марапатталады. Қошеметтеріңізбен.
Университет күзет бөлімінің күзетшісі Майя Саринова марапатталады. Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының Маңғыстау облыстық ұйымының құрмет грамотасымен марапатталады. Есеп бөлімінің есепшісі Марияш Бекбаулиева, сіздердің қошеметтеріңізбен. Құқықтану кафедрасының аға оқытушысы Акберов Закир Махиядинұлы марапатталады. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Жаратылыстану ғылымдары кафедрасының доценті Таймурайдова Лидия Ыңғырбаевна марапатталады. Таймурайдова Лидия Ыңғырбаевна марапатталады. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Тіркеу бөлімінің маманы Гүлсім Тебешбек қызы Елубаева марапатталады. Оқу әдістемелік бөлімінің маманы Раушан Басар қызы Нұрмұқанова марапатталады. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Аккредитациялау және рейтинг бөлімінің маманы Умасалова Аида Сиражаевна марапатталады. Мемлекеттік сатып алу бөлімінің бастығы Сәрсенов Асылбек Әділбаевич марапатталады. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Қабылдауды ұйымдастыру бөлімінің маманы Свет Ахметкарим қызы Малгужиева марапатталады. Экология және химиялық инженерия кафедрасының доценті Ақкенжеева Анар Шынабай қызы марапатталады. Қошеметтеріңіз. Орыс филологиясы кафедрасының маманы Аманбибі Ақботаева марапатталады. Марапаттарыңыз құтты болсын. Құрметті ұстаз, бүгінгі күн сіздің күніңіз. Жастарға білім беріп, оларды адамгершілікке, патриоттық сезімге, елімізді көркейтуге, ат салысуға баулып отырған сізді паш ететін күн. Сіздердің құрметтеріңізге жастар шығармашылығы бөлімі дайындаған мерекелік ән шашуын қабыл алыңыздар. Алдарыңызда Жас өрен ұлт-аспаптар ансамблі үйірмесінің орындауында Әбдімамын Желдібаевтың ерке сылқым күйі, үйгі көркемдік жетекшісі Гүлсім Сейітхан қызы, сіздердің қошеметтеріңізбен.
Маңғыстау студенттік вокал үйірмесінің әншісі Аманғали Бекбұхаттың орындауында Арман Масов барамын әні. Қабыл алыңыздар, көркемдік жетекшісі Гүлнара Макина. сахна төрінде университетіміздің керуен би ансамблі қазақ биімен
келесі кезекте Пафури орындайтын Маңғыстау студенттік вокал үйірмесінің өнерпаздары. Всегда был черный кот за углом, и когда ненавидел весь дом, только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот, пара-па-пара-па-па, только черному коту не везет. Игры с тобой была шашмайка, естемеген жігітке қыздатайя, ойма ау күлімді қоралайка, кездесіме көзіңмен осындайя, қызығында аула қыз бола салғын, өзіңменен ойнамай басылмады дауым, жігіт қызға қымбай қыздам оны көрады, сен законға шешесі сат өткізіп орадай. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят под огнем моря, трутся пояс медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится почти земля. Замерзают рассветы на белых дорогах, колдует курга, привидится мне раскаленное небо и рыжее солнце на желтых стогах. Я вспоминаю тебя, вспоминаю, дорога шагая, за шагом заря, летящей походкой ты вышла из моя и скрылась из глаз в белене января. Летящей походкой ты вышла из моя и скрылась из глаз в белене января. Келесі сахна төрінде университетіміздің универ вокалды ансамблі. Sen
Өзіңе ашылайын, жүрегіме қашырып саған. Енді алыстамайын, тайықпайын жан келші маған. Өзіңе ашылайын, жүрегіме қашырып саған. Енді алыстамайын, тайықпайын жан келші маған. Өзгермес, мен үшін сенің көздерің. Өзгермес, сүйем деген сұлу көздерің. Мен мазалайын сені, таусылғанша келін менің. Қиылыңа ерін менің, соңғы болсын. Аяла мені сен бағып, махаббаты қаламады. Өзіңе неге болмады, тарамады, өзіңе ашылайын, жүрегіме қашырдым саған. Енді алыстамай, ұмытайықпайын жаным келші маған. Өзіңе ашылайын, жүрегіме қашырдым саған. Енді алыстамай, ұмытайықпайын жаным келші маған. Аяла мені сен бағым, махаббаты қаламады. Өзіңе берген қолымды, тарамады, өзіңе ашылайын, жүрегіме қашырдым саған. Енді алыстамайын, ұмытайықпайын жаным келші маған. Өзіңе ашылайын, жүрегіме қашырдым саған. Енді алыстамайын, ұмытайықпайын жаным келші маған. Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып, одан басқа жүрген кім бар жанды қып. Ұстаз деген ұлылардың ұлысы, қасиетіне бас иелік мәңгілік. Қымбатты ұстаздар, сіздердің болашақ ұрпаққа білім мен тәрбие берудегі еңбектеріңізге шығармашылық табыстар мен сәттіліктер тілейміз.